маскамды жасап бастадым. Бүгіннен бастап сіздерге түсіріп, сіздермен бөлісіп бірге жасайын деп отырмын. Аяғы ауыр келіншектер болса, міндетті түрде жасаңыздар. Бұл маска беттің сепкіл тәрізді түскен дағын кетіруге, бетті ағартуға, оның дақтың ары қарай қалыңдамауына жұмыс жасайды. Ассалаумағалейкум ханымдар, қалайсыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Феруза Мырзаева. Бүгін көпшіліктің сұрауымен жүктіліктен түскен даққа осы видеомды арнағым келіп отыр. Және де мен жүктілік кезде түскен дағымнан қалай құтылдым, қалай құтыламын, өзімнің лайфхактарыммен бөліскім келіп отыр. Жүктіліктен түскен дақ қазіргі таңда көптеген келіншектің мәселесіне айналды. Менде қазір аяғым ауыр, 4-ші жүктілігім, менде де қазір кішкене дақ байқалып жатыр, 7 айдан астық. Соған өзімнің қолданатын дақ бірінші пайда болып бастағаннан бастап қолданатын арнайы маскаммен бүгін сіздермен бөліскім келіп отыр. Және де даққа қатысты көптеген ақпараттармен сіздермен бөліскім келіп отыр. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл видео сіздерге өте пайдалы болады деген ойдамын. Ең бірінші дақ туралы айтып кетейінші ханымдар. Дақ бастапқы кезде сепкіл сияқты шығады, шашыраңқы болып, азғантай көрінбей, білер білінбей, сол кезде сіз оны байқамай өткізіп жібересіз. Одан кейін қазіргі көктем күні, жазғы күні сіз көшеде SPF-сіз жүргеннен кейін жаңағы дағыңыз одан да қатты қоюланып, қарайып кетеді. Оған да мән бермей жүре берсеңіз, сіздің бетіңізде ол біраз уақытқа тұрақтап кетпейтін даққа айналады. Негізі дақтың шығу түрлері өте көп. Біріншіден гормональный бойдан шығады, гормондық бұзылыстардан. Ол кезде сіздің дағыңыз анық, айшықты бір карта болады ғой. Сол сияқты границалардың бәрі анық, айқын болып шығады. Ондай кезде сіз міндетті түрде эндокринологқа, гинекологқа барып көрінгендеріңіз жөн. Оны емдету керек. Ал шашыраңқы, сепкіл сияқты әр жерде шыққан дақтар, ол бауырдан, өттен, бүйректен шығуы мүмкін. Оған уже ішкі ағзаны тазалау керек. Соған орай менде бауырча рецепт бар, бағасы бар болған 1,5 мың теңге. Бауырыңызды, өтіңізді, бүйрегіңізді тазалап береді. Соның салдарынан 15 жылдық, 20 жылдық кетпей жүрген дақтар кеткен ханымдар өте көп болды. Егер алам дейтін болсаңыздар, мына жерге WhatsApp номер қалдырамын. Ал енді жүктіліктен түскен даққа келетін болсақ, жүкті кезде білеміз, бізде гормондық өзгерістер болады. Біздің иммунитетіміз төмендейді. Сонымен қатар бауырға, өтке салмақ түседі. Және де көп жағдайда күннен дұрыс қорғанбай жүргеннен дағымызды көбейтіп аламыз. Негізі бастапқы 1-ші, 2-ші жүктілікте түспеуі мүмкін. 3-ші, 4-ші жүктілікте уже сізде дақ пайда болып, одан кейін кетіре алмай қалуыңыз мүмкін. Ондай жағдайда не істеуіміз керек? Ондай жағдайда ең бірінші дақпен күресті бастаймыз. Даққа арнайы маскалар қолданамыз. Масканың нәтижесі өте жақсы болады. Мен 3-ші жүктілігімде дақ түскен кезде мен арнайы маскалар жасап кетірген болатынмын Алланың қалауымен. Ал қазірде сол маскаларымды жасап бастайын деп жатырмын. Және де оны сіздермен бөліскім келіп отыр. Ал енді бұл әдемі чудо менің ең бірінші скорый помощь дейді ғой. Ең бірінші көмекке келетін маскамды қалай жасаймыз? Қазір бірге жасап алайық, сосын бірге жағайық, одан кейін ары қарай сырласатын боламыз. Біздің маскамызға қажет болады кішкене жұмыртқаның ағы, майдаланған көк шай және де күріш ұны, касторовый масло қажет болады. Бірінші жұмыртқаны көпіртіп аламыз. Жұмыртқа көпіргеннен кейін оған 1 шай қасықтай күріш ұнын қосамыз. Одан кейін оған көк шайдың 1 қасығын қосамыз. Көк шайды және күрішті кофемолкада сақтап алсаңыздар болады, немесе күріш ұны дайын сатылады. Супермаркеттерде соны алсаңыздар болады. Сосын касторовый масло қосамыз. Егер бетіңіз майлы болатын болса, қоспасаңыздар болады. Касторовый масло бетті ағартуға өте жақсы көмектеседі. Сосын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің маскамыз дайын. Маскамыз дайын ханымдар. Масканы міндетті түрде біз тазартылған бетке жағамыз. Бұл маска сіздің бетіңіздің ағаруына, жұмсаруына, нәрленуіне, сонымен қатар сепкілдердің ағаруына өте жақсы жұмыс жасайды. Құрамындағы күріш үні, құрамындағы көк шай, оның барлығы табиғи антиоксидант, сіздің бетіңізге ешқандай зияны жоқ, қайта өте көп деген пайдалар алып келеді. Күріш ұны бетті өте жақсы ағартады. Ал көк шайға келетін болса, ол витамин С құрамында өте көп болғандықтан, ол сепкілдердің, тіпті кетпейтін сепкілдердің өзін ағарып, байқатпауға жақсы жұмыс жасайды. Сондықтан мен көк шайды міндетті түрде қара даққа қарсы
қолданамын. Мына осындай не сияқты, сепкі сияқты шыққан дақтарға жақсы әсер береді. Бетімізге жағып, 10 минут ұстап, тағы үстінен жағып, тағы 10 минут ұстап жуып тастаймыз. Касторовый масло қосылғанына қорықпаңыздар, көбісі сұрайды, бетімізге жүн шығып кетпей ме деп. Бұл бетіңізде артық түктің шығуы гормондық бұзылыстың салдарынан болуы мүмкін, сондықтан соған қаралтыңыздар. Ал былайша әшейін касторовый маслодан бетке ешқандай жүн шықпайды. Егер шығатын болғанда, баяғыда мен өзім маймыл болып кететін едім, өйткені касторовый маслоны бетіме өте көп жағамын, массаж жаққанда, осындай маскалерді көп қолданамын. Бірде-бір, Аллаға шүкір, түк бетімде жоқ. Бұл масканы аптада 2 рет істесеңіздер, 3 рет істеуге де болады. Масканы істеп болғаннан кейін көшеге шықпауға кеңес бермеймін. Түнгі уақытта жасаңыздар, мүмкіншілік болса. Және де SPF кремсіз көшеге шықпаңыздар. SPF крем дегеніміз не, көп сұрап жатыр. Күннен қорғайтын арнайы ультрафиолеттерді, теріңізге зиян келтірмейтін, теріңізге пигмент түсіртпейтін арнайы кремдер. Оны да сапалы түрін алуға кеңес беремін. Мен өзім AGI-дың SPF-ін қолданамын, өте қатты ұнайды, бетте біркелкі тұрады, бетіңіз терлетпейді және күннен зиянсыз түрде қорғайды, құрамына химикаттар қосылмаған. Масканы жуып тастадым. Ханымдар, маскадан кейін кішкене бет қызару қалыпты, бірақ енді аллергияға тест жасап қолданасыздар ғой. Сосын увлажняющий крем немесе тонер жақпаймыз. Мен өзім осы AG-дің алтын түсті наборын қолданып жүрмін. Күміс түсті наборы даққа өте көп отзывтар келді. Енді алтын түсті наборы әжімге өте мықты компоненттермен байытылған дегенмен, даққа да жақсы әсер беріп жатыр. Егер заказ беремін дейтін болсаңыздар, WhatsApp нөмірге өтсеңіздер болады. Өте керемет жиынтық. Бүгінгі маскам осы, ханымдар. Негізі мен көптеген маска дақтарға қолданамын. Бұл менің ең фаворит маскалерімнің бірі. Алда тағы да жүктіліктен түскен дақпен күрестің тағы да көптеген маскалермен, әдістермен, өзімнің лайфхактарыммен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, достарыңызға жіберіңіздер, белсенді болып лайк басып, комментарий қалдырып, өз ойларыңызбен бөлісіп. Келесі видеоларда қандай маскалар қалайсыздар, қандай проблемалар сіздерді көп мазалайды, соны комментарий бөліміне жазып кетіңіздер, мен барлықтарыңыздың хаттарыңызды оқимын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.